Қаланың басын тоқимыз. Ілмек жасап аламыз. Әдеттегідей 2 воздушный петля тоқимыз. Біріншісіне 6 жай баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шыптың ұшынан тартамыз. Енді осы 6 ілмектің әрқайсына 2-2-ден баған тоқып, барлығы 12 баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Келесісіне 5, 6. Төртіншісіне 7, 8. Бесіншісіне 9, 10. Және соңғы 6-шысына 11, 12. Міне екінші қатар тоқып болдық. Енді үшінші қатардан бастап біз прибавка жасаймыз, яғни жіп қосамыз. Бірінші бағанды тоқып аламыз жай. Екінші бағанға, екінші ілмекке 2 баған тоқимыз. 1, 2. Шатасып қалмау үшін белгілеп отырсақ болады. Міне үшеуін тоқып болдық. Міне біреуін тоқыдық, тақ. Екіншісіне жұп, яғни 2 тоқыдық. Келесі үшінші ілмекке тақ баған тоқимыз, яғни 1. Төртінші ілмекке жұп баған. 1, 2. Барлығы 6 болды, осылайша айналып шығамыз. Міне үшінші қатар тоқып болдық, барлығы 18 баған болды. Келесі төртінші қатарда енді 2 тақ баған тоқимыз. 1, 2. Және 1 жұп баған тоқимыз, яғни 1 прибавка жасаймыз. 2-ін тоқыдық, барлығы 4 болды. Келесі тағы да 2 тақ баған. 1, 2, 1 жұп баған, яғни 1 ілмекке 2 баған. Міне осылайша төртінші қатарды аяқтаған кезде барлығы 24 баған. Міне 24 бағанмен төртінші қатарды аяқтадық. Енді 5-ші қатарда 3 тақ баған. Сіздер уже түсініп алдыңыздар деп ойлаймын схеманы. Дәл денені тоққандай осылай әр қатарда прибавка жасап отырамыз. Яғни әр қатарда 3 бағанға артып отырады. 3, енді жұп баған. 2. Міне осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. 5-ші қатар аяқталды. Енді 6-шы қатарда 4 тақ бағаннан соң 2 жұп баған тоқимыз. Сонда барлығы қанша баған болады? Иә, дұрыс айтасыздар, 36 баған болады. 2, 3, 4. Енді жұп баған тоқимыз. 5, 6. Келесі осылайша санап отырсаңыздар, белгілемей-ақ, яғни маркер қоймай-ақ 36 баған болғанша тоқып шығуға болады. Енді 7-ші қатарда 5 жұп тақ бағаннан соң 1 жұп баған тоқимыз. Сонда барлығы 42 баған болады. Және 8-ші қатардан 13-ші қатарға дейін, яғни 6 қатар бойы сол 42 бағанды өзгеріссіз тоқып шығамыз. Тағы қайталап айтам, қазір 7-ші қатарда 5 тақ бағаннан соң 1 жұп баған тоқи отырып, барлығы 42 баған тоқып шығамыз. Және 8-ші қатардан 13-ші қатарға дейін, яғни 6 қатар бойы өзгеріссіз сол 42 бағанды айналдырып тоқи береміз. Міне 8-ші қатардан 13-ші қатарға дейін 42 бағаннан тоқып келдік. Енді 14-ші қатардан бастап кемітеміз. Ол үшін бірінші 5 бағанды тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 6 мен 7-ні біріктіріп аламыз. Яғни тек қана бір тінінен 2 бағанды алып, біріктіріп тоқимыз. Міне дәл осылайша 5 баған тоқып, 2-ін біріктіріп алып, қатардың соңына дейін 36 баған тоқимыз. Келесі 15-ші қатарда 4 баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4-ті тоқыдық, енді 2 бағанды біріктіріп қысқартамыз. Міне бұл 15-ші қатар. Енді дәл осылайша қазір 16-ші қатарда 3 баған тоқып қысқартамыз. Сонда 3-ші қатарда 24 баған болады. Ал 17-ші қатарда 2 баған тоқып барып қысқартамыз. Сонда 17-ші қатарда барлығы 18 баған болады. Тағы қайталап айтамын. Қазір
15-ші қатарда 4 баған тоқып, бір қысқарту жасап, барлығы 30 баған тоқимыз. 16-ші қатарда 3 баған тоқып, қысқартып, 24 баған тоқимыз. Және 17-ші қатарда 2 баған тоқып, қысқартып, 18 қатар баған тоқимыз. Соған дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Міне соңғы қатарда 18 баған тоқып шықтық. Енді тоқуды аяқтаймыз. Яғни келесі ілмекке жай ғана жіпті өткізіп алып, бір бос ілмек тоқимыз да. Енді жібімізді ұзындау қылып қиямыз. Бұл қазір бізге дене мен басты қосу үшін қажет, сондықтан ұзындау қылып қалдырамыз. Көзді тігу үшін андай үлкен көзді ине қажет. Мына басқа астынан санағанда өзіңіз қойып қарайсыз, міне сіздің ілгегіңіздің көлеміне де байланысты болады. Міне осындай. Мен қазір мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қатардан кейін қойып, міне осылай тігем. Енді ол тігудің ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Осылай айналдыра отырып тігесіз. Бұлай тіксеңіз де болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай әдемілеп, аккуратно қылып тіксеңіз болды. Осылай айналдырып тігіп шығамыз. Мына жіпті қалған ұшын іш жағынан түйіп және үземіз. Мен бұл көзді қазір толық тікпеймін, себебі мен дайын көзді тігемін қазір. Неге көзін тіктік, енді мұрнын тігеміз. Осылай дәл ортасына тігеміз. Мына мұрынның ілмектерінің бір тінінен ала отырып тігеміз. Міне қарап, арасында қай жері бос қалып жатыр, қай жері ашық қалып жатыр, соны қарап отырып, осылайша айналдырып тігеді. Енді мына іш жағынан бір байлап жіберсеңіз болады. Осылай болып шықты. Бұл басы. Енді осы басының ішіне холофайбер саламыз. Холофайбер болмаса синтепон. Жұмсақ, жеңіл. Мақта салмаймыз, себебі мақта ауыр, әрі ол жуғаннан кейін білесіздер, мақта не болып қалатыны. Ал мына холофайбер ол жуғаннан кейін де өзінің формасына қайта келеді, жеңіл. Бір тегіс қылып, қай жерлерінде бос қалып жатыр, сол жерлеріне тығыздап саламыз. Егер мынандай болып жіп көрініп қалса, крючокпен дұрыстап жіберсеңіз болады, бүйтіп жасырып.